неге ұрлап, тығылып оқып жүрсің? Қыздарға кітап оқуға болмайды ғой. Кім айтты? Сарайшықта оқып үйренемін деген адамға қарсылық жоқ. Онда оқи берсем болады ғой. Болады әрине. Бірақ басқа балалармен бірге оқы. Рахмет, ата. Ал саяхатшылар, сұраңдар, не білгілерің келеді? Шуақ ақсақал? Иә, оның күші ерекше. Қандай күш, ата? Ол ұмытқанды еске салады. Елін ұмытқан, жерін ұмытқан жандарға, немесе адасқандарға жол көрсетеді. Бірақ ол ақсақал сарайшықта емес. Онда қайда? Аңыз бойынша, Шуақ ата аққуға айналып дала арлайды деседі. Сарайшықта аққулар бола ма? Сарайшықтың өзінде жоқ. Бірақ хан ордасында Секер көл бар. Мүмкін сол жерде болар. Ей бала, бұл хан ордасы. Бар, басқа жерге ойна. Ағалар, маған сақшы болуды үйретіңіздерші. Хан ордасында сақшы болу? Ол әркімнің қолынан келе бермейтін іс. Сарайшықта қорғап отырғанда біз... Ей сақшы, сен не деп кеттің? Ей бала, бар басқа жерге. Дейт, бала сақшы боламын дейді. Үйренсін, онда тұрған не бар? Бұл кім болды? Қылыштың сабын қысып ұстау керек. Тек сонда бол. Міндетті түрде қысып ұстаудың қажеті шамалы. Қылыштың сабы қолыңда жылжып отыру керек. Сен неге дарбазаға бақырайып тұрсың, а? Айттым саған, қара, дарбаза ашық. Біреу кіріп кетіпті, бол тез. Қасымды құтқару керек. Ей жүгірмек! Хан шайымға қол тигізуге болмайды. Ей бала, сен хан ордасына неге келдің? Мен... Бұл бала мені құтқарды. Ханшайымды құтқарғаныңа мың алғыс әрине. Бірақ сені қамауға аламыз. Тоқта, менің ойымша, ханшайымды құтқарған адамды ханның алдына апару керек.